Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі. Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Головацкий ауылындағы Головацкий атындағы орта мектебі менің жүрегімнен ойып тұрып орын алды. Мен информатика пәнінің мұғалімі Жұмабаева Тоғжан Жолданқызы. Мектепті білімнің тірегі десек, ал мұғалім сол мектептің жүрегі. Менің жүрегімнен орын алып отырған менің ұжымым. Өзінің ойымен ой бөлісіп, жол көрсетіп бағыт-бағдар беріп отырған мектеп әкімшілігі менің жүрегіме жылу сыйлады. Өз уақытымды аямайтын, өзгенің бақытын аялайтын мұғалім болып жүргеніме 1 жылдан астам уақыт өтіпті. Мен шығармашыл идеясы өзгеден ерек, үлкеннен үйреніп, жаңалықты тез қабылдайтын жаңашыл ұстаз, жас маман. Бойымдағы жастық жігерімді, күш-қуатым мен білімімді теңізге тамған тамшыдай болса да, осы жолда сарп ету менің ұстаздық ұстанымым. Ақ парақ бетіне жазу жазғандай, кіршіксіз таза бала санасына мейірім мен махаббат, адалдық үйрету менің парызым. Тәлімгер деген құрметті атаққа ие болудың өзі бір бақыт. Осы мектептегі менің тәлімгерім өмірлік тәжірибесі мол, нағыз еңбекқор, ізденімпаз, ұшқыр ойлы, озық тәжірибелі ұстаз Оразбаева Жанар Зейнелқызы. Оқушылардың жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді тез меңгеруі, ата-аналарынан, ұстаздардың өзінен көшілгерлеп, кең ауқымдап озып келеді. Әрбір оқушының қабілеті көз ілеспес жылдамдықпен дамуда. Жаңа бағдарламалар күн сайын емес, ай сайын жаңаруда. Елбасымыздың өзі білімді бәрінен де биік қоятын ұлт қана табысқа жететінін айтқан. Олай болса, менің осындай оқушыларымның болашақта білімнің биік шыңын бағындыратынына сенімім мол. Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз баласына талмас қайрат сыйлайды демекші, әр кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі бола білетін барша ұстаздарымды мақтан тұтамын. Болашақтың кемел кілті, рухты елдің ертеңі, білімді жастарды тәрбиелеуде. Өзіндік бірегей бағытты таңдаған Головацкий атындағы орта мектебі менің жүрегімнің таңдауы.